Абай өзінің 15-ші қара сөзінде былай деген екен: егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәртебе, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің? Не білімге, не ақыретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өткінбестей қылықпен өткізіпсің? Жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыпсың. Біз көп уақытта өз-өзімізді алдаймыз. Күн жағында жүгіреміз, бір нәрсемен айналысамыз, бірақ не істеп не қойғанымызды өзіміз білмейміз. Сондай кезде өз-өзімізге бір шынайы сұрақ қойып, шынайы жауап беру керек. Бүгінгі күн маған не берді? Бір нәрсе үйрендім бе? Өстім бе? Немесе тағы бір күн босқа кетті ме? Білесіңдер ме, уақыттың золағаны қорқынышты емес, ең қорқыныштысы байқамай өткізіп алу уақытты. Сол себептен арасында өз-өзімізге сұрақ қою керек. Мен шынымен өмір сүріп жатырмын ба? Немесе тек қана күнімді өткізіп жатырмын ба? Ойланатын жағдай.